Так, тез ұрттап алайық мына коланы. Әдемі ғой мынау, кәдімгідей дала деген жанып тұр. Мұздай кола деген рахат болды. Так, қазір жұмысын істеп қайтайын, короче. Так, жителдер не істеп жүрсіңдер? Ё-моё, дала деген қанша градус болып тұр деген, күн деген кәдімгідей түсіп тұр ғой. Кімнің ойыны крышада жүрген? Шашлик істеп ба десең, Так, мыналарымызды қолымызға алып аламыз. И все, осылай тек өскендерін ғана алып тастаймыз. Так, что-то... Так, бірақ көбі өспепті әлі. Окей, так, все, и мына қатарда картофельдер, Так, осылай, все болыпты. Тек қалғандары өспегендер тұра берсін. Ал міне, мыналардан кішкентай вообще өспепті. Так, үйге апарып қойын. Күн деген жанып кетті ғой кәдімгідей. Так, мына заттарымызды былай емес, мына осы жерге осылай қоямыз. Так, есікті деген ашық қояйыншы деген, жанып кетті ғой кәдімгідей. Ё-моё. Так, уже шамал кеш батып жатыр ғой деймін, қараңғы болып баратыр маған. Так, ал енді шамал ұйықтап алайын. Ё-моё, үйнеге мопымыздай болып кетті. Ё-моё, қатып қалдық қой. Мына кока-колаға не болған, Іші мұз болып кетті қой, ё-моё. Так, мыналардың неге текстуралары өзгеріп кеткен? Так, мына есікке не болған вообще? Так, далада бәрі нормально. Барлықтарыңыз сәлем достар, мен бүгін Флекси. Короче, достар, бүгінгі видеода дегенде далада деген біртүрлі заттар болады. Мына есікке де не болған? Так, есік жауып кетейік. Ё-моё, точно түсінбейсіз ба менің? Далада деген қар жауыпты ғой. Біздің ауылға бірінші рет жауып тұрған шығар, деген қанша жыл болды жаумай деші деген. Именно келіп көктемде жауған емес, қазір жителдерін сұрап көрейік, олардың реакциясы қандай екен осыған. Жителдер қалайсыңдар? Ё-моё, далаға қар жауып кетті ғой, не істейміз? Сендер не істейін деп жатсыңдар? Флекси, қалайсың? Ё-моё, бізді түсіппей қалдық. Так, біз қазір деген бәріміз жаңа жыл тойлайтып жатырық. Чего, жаңа жыл емес? Адам көктемде жаңа жыл тойлай ма? Не істейсің сен, өштер уақытпен жүре берсе, біз бәріміздің үйімізге подарок қоямыз, сен бізге қосыласың ба? Так, шынымен жителдерге енді бәрібір, олар енді тойлай береді. Так, енді біз давай мен де сендерге қосылайын. Так, огородта түсінбедім, әлі деген су мұзға айналып баратыр, бірақ әлі өсіп тұр. Киналарды қазір алып алу керек. Өзімдікін де, аналардікін де бәрін алып алатын болам. Так, аспан бәрі әдемі дейсің ғой. Так, енді бірінші мен үйімді безендірейін. Так, үйді мен қалай безендірем? Так, ең бірінші елка қоямыз. Так, елка қайда екен? Мынаның текстуралар бәрі өзгеріп кеткен. Майнкрафтта жаңа жыл болған деген кайф қой. Елка қаяқта екен? Елка қаяқтасың? Бірақ енді достар, мен үйіме енді көп зат сыймайды, өткен тар болғасын, көп зат сыймайды. Бірақ сонда нормально енді. Осылай қоямыз. Так, и мынау кәдімгідей үйге деген освещение өріп тұрады, жап-жарық болып кетті ғой. Ё-моё, кәдімгідей әдемі болып қалды ғой. Так, мынаны осылайынан қоямыз. И осылай все. Так, енді біз мына жерге елка қойғасын. Так, мына жерін өстіп, ойбай. Все болды. И енді біз бұның үстіне заттар қойық. Так, осылай. И тағы да бұл емес, бір сағат қоя салайық, бір. Так, осылай.
и мына аяғына келіп осылай қоямыз да. Ай жарайды. Мынаны ондай болса бір мына жерге қоя салайық. Все әдемі болып қалды кәдімгідей. Так, енді біз енді жителерге подарка беруіміз керек қой. Олардың так балдары да бар, иә? Так, окей. Олардың балдарына бізден так мопедтер қайда? Мопед. Міне мопедтерден аламыз да. Так. Слайнан мынаны ашамыз и ішіне саламыз да, завернуть дейміз. Все болды. Так, қазір енді ал екінші жителерге қазір мен телевизор ақ екен. Телевизор беріп кететін болам, я. Так, осылай міне екінші көк цветтегі мынаның ішіне саламыз. Саламыз осылай и завернут. Так, мынау жасалмай қалыпты. Жасалды ма или? Так, жоқ, жасалмай қалыпты. Так, бір подарка да енді болады шығар, енді бір күн қазір үйіне барып қойып кететін боламыз. Так, мен енді так бірінші давай мен мэрдің үйіне қоя салайын, иә? Көп жақсылық істеді деген сияқты ғой. Так, осылай үйіне подарка қойып кетеміз. И так. И мына үйдің кішкентай бала бар ойдың үйінде. Балдар бар шығар енді. Жоқ, осылай қоя саламыз. И ана так қойылсай. Все қойылды. Ой. Ошибка молодцы де қоя салам. Так. Енді біз жителерге подарка беріп болдық. Так, дала деген кәдімгі әп-әдемі болып қалды. Қар жаумағалы деген көп болды, кәдімгідей. Так, мен енді жителер ақ деген. Соларға қаратып ойнайық. Так, қарайық. Так, қар. Так, снег дейміз. Қалай жалтанады? Айтпақшы, міне. Снеговик. Все. Так, мен қайыққа бардым, үйімнің алдына қойып қойын. Ё-ма, енді есіме түсіп жатыр ғой. Кәдімгідей мынау енді әдемі болып тұр. Так, қасына енді біз бұның не қоямыз? Қасына біз бұның так осындай заттар қоямыз. Жоқ, стол алып алайын. Так. Все, осындай столдарды алып аламыз. Так, осылайнан қоямыз да. И мынаны осылайнан. Так, тағы не заттар бар? Так, тағы осындай аяздың заттар бар екен. Бәрінен достар енді алатын боламыз. Тағы мынандай заттар бар екен. Все. Кәдімгідей әдемі көрінеді. Так, мен жителердің үйлеріне енді подаркаларды қойып шығайын бәріне. Так. Қазір Клэр дейміз. Все болды. Бірақ әлі жаңбыр жауып тұр. Негізі қар жауы керек еді. Окей. Так, бәрін емес енді шамалыларына қоя салайық. Так, осылайнан. Житель қалайсың, Короче. Мына 2 житель, 3 житель жүрген, осылардың бәріне қойып шығатын боламыз, я. Так, уже қараңғыда батып келе жатыр екен. Так, достар, енді бізде осындай видео болды. Енді видео ұнаса енді барынша лайк басып кетеміз. Сендермен болғанмен Флекси, ал енді давайте.